Қалайсыздар, әшекейді қалай таңдау тәжірибемен бөліссем, қалай қарайсыздар? Әдетте осындай чокерлер мойны В тәріздес ойығы бар киімдерге келеді. Мойын қысқа болса, чокердің де тым көлемді болмауын қадағалаңыз. Ал сырға чокермен таласпайтындай болса болғаны. Мына жағдайда сырғаның кішкене маржан болуды артық етпесе де, егер сырға акцентті болса, мойынға ештеңе тақпасақ болады. Тек саусаққа сырғаға келетін көлемді сақина тағып көріңіз. Бұндай сырғалар арнайы мерекелік вайп беру үшін тағылады. Немесе осындай минималистік әшекейлер көріңіз, мойынға тағатын әшекейіңіз кофта ойығынан ұзын болып кетпеген дұрыс шығар. Егер мына секілді иығы ашық топ кисеңіз, көз ауыртпайтын мынадай кішігірім аксессуарлар тақсаңыз болады. Немесе ірі сырға және сол сырға эстетикасына келетін массивті браслет тағып көріңіз. Мойынды ашық қалдырамын бұндай кезде, немесе сырға мен чокерді қатар тағамын, тек біреуінің көлемі кішкене болуы керек. Ал дөңгелек ойық мойынды киімдер кигенде мен ұзын сатуарларды аямай тағамын. Құлағыма ұқсас сырға тақсам да болар еді. Меніңше бір сатуардың өзі портретті зона үшін жеткілікті. Немесе маржан чокермен минималистік сатуарды қабаттап тағамын, ал құлағымда кішкене ғана сырға. Немесе осылай тағуға болады, сырға да чокерді бір эстетикада, алайда бүкіл образда бірнеше акценттің болмауын қадағалаймын. Ал сіздің қандай ұстанатын ережелеріңіз бар? Бөлісе отырыңызшы.